Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Біздер, как всегда, ауа райы ыстық. Иттеріміз, күшіктеріміз, тауықтарымыз не істеп жатыр екен деп шығарма, ыссы демалсын. Ауылында суы бар. Таңертең тамағын жеп алды. Сипағым келіп тұрған жоқ, что-то жыным келіп тұр, жыман, ыссы дала. Неге бар? Тауықтарды қарап кетейік. Біздерде ешкі дейсің. Адам дауысы мә деп жатыр ғой. Мынау жүрсі мынау. Сен ыстыда неғып жүрсің? Көлеңке керек болып тұрма саған да? Болғанда көлеңке болып керек болып тұр. Анан қара, ар жағындағы көлеңкеге кіріп кетті. Болғанда көлеңке керек болып тұр екен. Арабасын шығарттым. Қайс? Тығылып тұр ма? Сендер видео түсіресіңдер, тығылып қалды апартта. Өзің қайттан шығып, басын сығалап қарап тұр бізге қарап. Ой, хитрый, а? Так, тауықтар деген манағы тоже адам сияқты, бұлар да қайта ысыда демалып жатқан сияқты тым-тырыс жатыр. Да? Қара, тым-тырыс. Есік жап. Біреуі міне ол жерде тығылып жатыр. А тауықтардың бәрі қайда? Сол осы жерде жүр ғой. Жап есікті, сыртқа шығып кетпесін. Не ол жерде? Мамалар күн ысыда. Күн ысыда шықпай, мына жерде балапан жұмыртқа басып жатқан сияқты. Тимеймін сендерге. Мына жақта да мынандай салқын жерге тығылып тұрған сияқты. Жайлап шығып жатыр, осы жерде тұр екен бәрі. Шығып кетпесін, ыссы шықпай ма точно? Бұлар да мана жемдерін жеп алды. Тұр ғой жем күтіп тағы. Тағы күтіп тұр ма? Береміз бе? Бесек берейік, давай. Нелерді қарайық. Балапандарым, не істеп жатсыңдар, қалайсыңдар? Кетейін, мен мынау жаман ойым кеткен, жүгіріп кетір ғой есікке шығанға. Қойыңдар. Күн ыссы шықпайсыңдар, кешке шығасыңдар далаға. Кешке шығасыңдар прогулки. Пока осында болыңдар. Ештеңе ешкім тиісіп жатқан жоқ. Ешкім оларға тиісіп жатқан жоқ па? Манағы бәрі түгелме бастар деп қарап кетейін деп келдім. Ана не мысық неден қорқатын болдық. Алып кетеді, сүйреп кетеді деген сияқты. Қарап кетуге келдік. Қазір күн қатты ыстық, кешке таман тағы да келіп, су жемдерін береміз. Жұмыртқа болса жинаймыз деген сияқты ғой. Да, қызым? Бұлар ысыда есік ашық тұр, бірақ бұлар далаға шықпайды, жүр осы жерде. Бізге ана жерді қарасын деп, ана жерге басып атты ғой, туып атқан ғой. Бір түйірсін. Бір түйірсін тастап кетті, туып кетті. Кешке жинаймыз да? Кешке бір атала жинаймыз. Мына жерде мана біреу жатты ғой, не істеді екен? Дымда жоқ. Тек жатқан ше? Тек жатқан болып тұр ғой. Біздер де үйге кіреміз, кешке шығамыз. Мен мамам бойымен бірдей. Мен қызым мен бойымен бірдей болып қалыпты. Ал достар, бізге лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мен потому что арбайдың сандалиін киіп алдым. Сіздерде де күн осындай қатты ыстық па? Басқа жақтарда ондай қатты ыстық жоқ сияқты. Мен Алматыда жүр, күнде көлеңке, жаңбыр сіркіреп, сөйтіп тұрады дейді, күн күшті болып тұрады дейді. Бізде білмеймін, қатты ыстық әйтеуір. Қашан басылар екен. Жаңбыр жоқ көптен бері. Қызымды кір жинап жатыр. Бәрі демалып жатыр обедтің уақытында. Тып-тыныш. Не болды? Құстарға үріп тұр. Құстарға үрінбейді ғой, құстарға. Жынды. О, құстар деген құстар өздерімен өздері ұшып жүргендер. Оған үрмейді. Қой, жат. Жемді жей, сол үшін өреді. Жемді жеп кетпесін құстар деп оған үріп тұр ғой, да? Ақылы көпкен ғой менің күшігімнің. Ал, давайте, достар, бізден бірге болыңыздар.